Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 25.06.2024 жыл, есімім Нақыпбақшын, Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық прокуратураның ішінде кеңсесінде құжаттарымды тапсырып жатырмын. Талон беріп жатсыз ғой қазір, талон нөміріңіз. Талон нөмірім. Ертең звондап білсеңіз болады, орындаушысын. Неше? Сотовый телефон. Сотовый бере алмаймыз, ол жеке мүлік. Мынау жұмыстың телефоны. Онда мен номеріме хабар бере ала ма өздері? Сіздің телефоныңыз жазылды ғой, жаңа телефон анда бар ғой да? Бар, иә. Бере алады. Егер енді себебі мынау қалалық телефонды қолданбаймыз да. Алдына код түрсеңіз, кәдімгі сотовыймен шыға бересіз. 72-52 деп тересіз, мынаны тересіз, кәдімгі сотовыймен түсе бересіз. Жақсы, әрекет жасаңыз. Мына жерде талон алғандығыңыз маған қол қойып беріңіз. Қанша күнде қаралады негізі? Негізі жолданатын болса 3 күн и 15 күн аралығында жауап берді. Келіп түскен күннен бастап 15 жұмыс күні емес, кәдімгі демалысты есептеген кезде. Жақсы, мына талонды алдым. Қандай сөзіңіз бөл жердім? Келіп түскен күннен бастап есептелінеді, демалыс күндерді ішіне кіреді. 15 жұмыс күні емес, жұмыс күні деп шатастырмаңыз деп жатқаным ғой, 15 күн деп ішінде. Демалыспен қосқан кезде, иә? Жақсы. Келіп түскен күн бұнан бастап есепке алынады. Жақсы, жақсы. Енді жақсы, рахмет Алтынайхан. Сау болыңыздар. Мынау Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы прокуратурасы. Ішіне кірдім қазір. Көреген сырттағы заңсыздықтарды. Абай ауданының прокуратурасы енді бұл этажға бөліп істеп қойған екен. Телефонмен кіруге болмайды деген жаңа прокурорды шақырып, қазір түскі уақыттары басталды ма, басталмады ма? Мұны мына жердің бәрі өзгеріп бастаған ғой. Есігі мына жерде екен. Қазір енді прокурорды қайтадан шақырамыз енді. Бұлар да сондай істеп қойыпты. Білмеймін, мына жерде бәрін қоршау қойып тастаған. Төрттен хабарлама келді. Енді жаңа прокурор шақырып берсеңіз ағасы. Жаңа прокурор шақырып берсеңіз. Баяғы шыққан. Иә. Кезекші прокурор. Бұл жерде қазақ тілі, мемлекеттік тілде ақпараттар жоқ. Сосын мынандай бір заңсыз нәрсені қойыпты. Арыз жазылды. Енді жаңағы прокурормен мына жердегі заңсыздықтар туралы сөйлесейін деп отырмын қазір. Соны анықтау мақсат. Бақытжан мырза, бұлай прокурор шығады ғой. Міне мен телефонмен кірдім. Енді мынау заңсыз мөрі жоқ, приказ руководителі жоқ нәрсені алып тастасын. Иә, оны біліп отырмын ғой. Алып тастасын аны, скотч. Шымкент қаласы Тұран ауданы прокуратурасында азаматтар қабылдау кестесі. Тұран ауданының прокуроры Әділбайұлы Жасұлан. Оның орынбасары, Тұран ауданы прокурорының орынбасары Айтмұрзаев Дәулет. Енді бұл Тұран ауданы деп тұр. Әл-Фараби ауданының қайда енді? Әл-Фараби ауданы. Мына жерде Тұран ауданы. Мына жерде жеке деп Абай ауданы деп тұр. Әл-Фараби ауданы қайда? Азаматтарды қабылдау кестесі.
бақытжан мырза, бірінші сұрақ, сіз енді мемлекеттік қызметкерсіз ғой, жаңа маған айттыңыз, ішкі приказды әкелемін дедіңіз. Қазір мен оның бәрін біліп тұрмын, қазір кішкене өшіре тұрайын, иә?